алаш қайраткері, ақын, жазушы, публицист, ағартушы Міржақып Дулатұлы қазіргі Қостанай облысы, Жанкелдин ауданының Сарықопа ауылында 1885 жылы дүниеге келген. Жастайынан әкесінен хат танып, ауыл молдасынан білім алды. Кейін орыс-қазақ мектебінде оқып, заманның саяси жағдайына ерте араласа бастады. 1904 жылы Ахаң Ахмет Байтұрсынұлымен танысуы оның саяси көзқарасын түбегейлі өзгертті. Ол қазақ халқының тағдыры үшін күресуге бел буды. 1909 жылы Петерборда алғашқы өлеңдер жинағы Оян қазақ жарық көрді. Бұл кітап Міржақыпты бүкіл қазаққа танытты. 1917 жылы Алашорда үкіметі құрылғанда Міржақып оның белсенді қайраткерлерінің бірі болды. Қазақ газетінде қызмет етіп, елдің саяси көзқарасын қалыптастыруға үлкен үлес қосты. Кеңес үкіметі орнағаннан кейін Міржақып қуғынға ұшырады. 1928 жылы ұлтшыл деген айыппен тұтқындалып, кейін Соловки лагеріне айдалды. 1935 жылы сол жерде қайтыс болды. 1988 жылы толық ақталды. Міржақып қазақ руханиятына өлшеусіз еңбек сіңірген тұлға.